Айсұлу ұзатылып жатқанда аспан бұлттанып, жел көтерілген еді. Үлкендер мұны жайсыз ырымға жорығанымен ешкім дауыстап ештеңе демеді. Қонақтар күліп, мәз-мейрам болып жүрсе де, қалыңдықтың жанарында қуаныштың сәулесі байқалмады. Оның күлкісі жасанды, әр қадамы мәжбүрлі еді. Бұл махаббатпен емес, мәжбүрлікпен қиылған неке болатын. Ершат қалада оқыған, қызметі бар, жағдайы жақсы жігіт. Бірақ мінезі суық, бет әлпетінен қаттылық пен үстемдік байқалады. Айсұлудың ата-анасы: «Қызым, мұндай жігітті таппайсың. Текті, тәртіпті асырай алады» деп оны көндірген. Айсұлу жүрегінің қарсы екенін білді. Бірақ ата-анасын жерге қаратпау үшін ауылдың сөзінен қашып, өз арманын құрбан етті. Алғашқы күннен-ақ Ершаттың шынайы болмысы ашыла бастады. Ол Айсұлуды сынға алып, босқа оқығансың, сен әйелсің, еркектің айтқанымен жүруің керек деп жиі айтатын. Бірнеше айдан соң ол қол көтере бастады. Үндемесең соққы аз, қарсы келсең ауыр. Айсұлу бір бөлмелі үйде қамалып қалғандай күй кешті. Әр күні тұншыққан түн, ауыр таң. Сен менсіз ешкім емессің дейтін Ершат жиі. Айсұлу бұл сөзге сеніп қалды. Өз-өзінен күмәндана бастады. Өмір бойы ата-анасына бағынып өскен қыз алғаш рет еркіндіктің не екенін ұмыта бастады. Бір күні кешке терезе алдында үнсіз отырған Айсұлу аспанға қарап: «Осындай өмір сүруге мен не істедім?» деді. Сол сәтте ол бала кезіндегі армандарын еске алды. Мұғалім болу, сүйікті адаммен отбасын құру, кітап жазу. Ол армандардың бәрі енді тозақтың түбінде қалғандай еді. Алайда сол түні ол түс көрді. Түсінде ол тасты жолмен жалғыз келе жатты. Алдынан әйел бейнесіндегі жарық нұр шықты. «Сен бұл түнекте өмір сүру үшін жаратылмағансың. Жан жарасын жазатын жалғыз адам өзің», деді бейне. Оянғанда жүрегі дүрсілдеп тұрды. Бұл белгі еді. Келесі күннен бастап Айсұлу іштей өзгерді. Ол жасырын түрде психологтың жазбаларын оқи бастады. Бір танысының көмегімен онлайн курсқа тіркеліп жұмыс істеді. Ершаттың сыртқа шыққан уақыттарын пайдаланып, үнемі дайындықпен жүрді. Ақыры бір күні шешім қабылдады. Жол сөмкесіне ең керекті заттарды салып, есікке қарап біраз тұрды. Жүрегі дүрсілдеп, қолы дірілдеді. Бірақ артқа қараған жоқ. Кеткен соң өмір оңай болмады. Ата-анасы ренжіді. Ауыл сөз етті. Бірақ Айсұлу алғашқы рет өзі үшін өмір сүре бастады. Жаңа қала, жаңа жұмыс, жаңа орта. Біраз жылдар өтті. Айсұлу қазір әйелдер құқығын қорғайтын қоғамдық ұйымның жетекшісі. Басынан өткен тозақ жайлы ол кітап жазып, көптеген әйелдерге үміт сыйлады. Бір сұхбатында журналист: «Сол некені қалай сипаттар едіңіз?» деп сұрағанда, Айсұлу ойланып тұрып былай деді: «Ол тозақта қиылған неке еді. Бірақ мен тозақтан тірі шығып, өз жұмағымды өзім құрдым.